Елорда жастарынан пәтерлерін босату туралы хабарлама келгелі тыныштық кетті. Себебі сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтерде 5 жылдан бері тұратын 800 азамат өз үйлерін алып үлгермеген. Енді олар отбасымен далада қаңғып қаламыз ба деп қорқады. Әкімшілік өз ұсыныстарын айтуда, алайда онымен жастар келіспейтін сыңайлы. Сенеміз, жастарға сенеміз. Мен 4 баламен бір бөлмелі үйге барам ба? Интернеттегі бұл видео біраз шу болды. Бұл жұмыс істейтін жастарға арналған жалдамалы пәтер тұрғындары. Келісім шарт бойынша оларға үйді мемлекетке қайтаратын уақыт келген. Алайда тұрғындар жылы қонысын босатуға асығар емес. Міне жастар шығыңыздар, паркингке келе жатырмыз, паркингке. Бұл үй 2019 жыл жастарды қолдау бағдарламасы бойынша 800 азаматқа берілген. Олар пәтер ақыға айына бар болғаны 7 мыңнан 20 мың аралығында ғана төлейді. Ондағы мақсат 5 жылда жастар әл ауқатын көтеріп, үй-жай алып жағдайын түзеп алуы тиіс. Алайда еліміздегі пандемия, экономикалық тұрақсыздық секілді бір қатар себептермен жастардың 90%-ға жуығы өз баспанасын ала алмаған. Енді олар 5 жыл мерзімге берілген сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтерді мемлекетке қайтаруы тиіс. Арамызда мұқтаж жандар бар. Мысалы, күйеуінен айырылған осы 5 жыл тарапынан 5 жыл ішінде күйеуінен айырылған, мысалы, асыраушысынан айырылған балалар 3-4 баласымен негізі баратын жерлер жоқ. Елімізде болған пандемияның арқасында, мысалы, енді әртүрлі жағдай 5 жылдың ішінде әртүрлі жағдай болды ғой енді. Астана қаласы әкімдігі жастарды далаға қалдырмауға тырысамыз деп отыр. Далада қалған жастардың тұрғын үй мәселесін шешу мақсатында Елорда жастары бағдарламасы бойынша баспанамен қамтамасыз етуді көздеуде. Яғни әр азамат 18 миллион теңгеге пәтер тауып, алғашқы 10% жарнасын төлеп, отбасы банктен төлем қабілеттілігін дәлелдеуі тиіс. Басқа Елорда жастарына қатысушы азаматтардан қарағанда бұл кісілерге, яғни жұмыс істеуші жастар бағдарламасы аясында тұрып жатқан азаматтарға ешбір шектеулер жоқ. Яғни Астана қаласындағы тіркеу бойынша, жұмыс істеп жатқан орны бойынша, жасы бойынша, табысының аспауы бойынша, яғни ешқандай шектеу болмағандықтан бұл азаматтарға бұл бағдарламаға қатысуы енді үлкен мүмкіндік болып табылады. Маманның айтуынша 800 азаматқа осы бағдарламамен жеңілдікпен үй алуға мүмкіндік беріледі. Жалғыз талап төлем қабілеттілігін дәлелдеу. Алайда 5 жыл өтсе де өз үйін ала алмай отырған жастардың басты мәселесі де осы екен. Жастардың басым бөлігінің несиелік тарихы нашар. Сондықтан олар төлем қабілетін дәлелдей алмайды. Демек бұл бағдарламамен үй алу екіталай. Қазіргі таңда 4 желтоқсан күні осал топтарға мысалы рұқсат берілді ғой, олар ешқандай банк арқылы жәнеге өзін жекешелендіріп жатқан жоқ, жәнеге жергілікті және әкімшілік арқылы жандастырып жатыр. Біздің де сұрайтынымыз сол. Көп жастар өзінің кредиттік историясын бұзып алған еді. Бұл кісілер өзінің бастапқы жарнасы болған өзінде де жәнеге екінші деңгейлі банк және отбасы банк арқылы өзінің жәнеге ипотекалық несін кредитін рәсімдей алмайды. Ол кісілерге рұқсат берілмейді. Жастар бұл мәселені дәл үйді босатар кезде көтеріп отырғанымыз жоқ дейді. Бұған дейін депутаттар, министрлік, түрлі партия өкілдері қатысқан дөңгелек үстелде де көтердік дейді. Жастардың жаппай баспаналы болуына әкелетін өз бағдарламамызды да ұсындық, алайда бізді қолдайтын ешкім болмады дейді. Живет вся такая цивилизованная культурная молодежь. Мұнда мәдениетті жастар тұрады. Қазір олардың пәтерге алғашқы жарналары жиналған. Біз өз маңдай терімізбен тапқан ақшамызды брокерлерге бергіміз келмейді. Яғни ипотека рәсімдеу үшін брокерлер арқылы төлейсің. Алып сату секілді артық төлемдер болған қаламаймыз. Сосын өзіміз отырып, жастарды баспанамен қамтамасыз ететін бағдарламаны жасап шықтық. Әзірге жастар пәтерлерін тастап кетуге қимай отырғанмен, келісім шарт мерзімі біткенде үйді босатуға қарсы емес. Ал Елордада өз кезегін күтіп отырғандар саны 40 мыңнан асып жығылады. Жалдамалы пәтерде тұратын жастардың көбісі өз қиындықтарын, жеке өмірін елге жария еткісі келмейді. Олардың басым бөлігі мемлекеттік қызметкерлер, жұмысымызға зияны тиеме деп қорқады. Еске сала кетейік, 2019 жылдан бері арендалық үйде тұруға 17 мың адам өтініш қалдырса, оның 3 мыңы жалдамалы пәтерге қол жеткізген. Ал енді биыл наурызда олардың 800-і үйлерін босатуы тиіс.